Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында дүкендегі печеньелерден 2 есе асып түсетін, өте дәмді болып шығатын, оңай жасалынатын печеньені сіздермен бірге жасайтын боламыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм бөлме температурасындағы жұмсақ сары май. Осы сары майымызға 150 грамм шекерімізді қосып, сары май мен шекеріміз жақсылап тұрып бірлескенше араластыратын боламыз. Достар, осы печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден көріңіздер. Келесі кезекте бізге керегі 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқамызды да қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, негізі мен осындай печенье жасайтын кезде жұмыртқа мен сары майды алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямын. Яғни печенье пісіретін кезде жұмыртқа мен сары майым менің үнемі бөлме температурасында болып тұрады. Сіздер де солай пісіріп көріңіздер, печеньелеріңіз өте дәмді болып шығады. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Мен бұл жерде ұнды 2 бөлікке бөліп барып қосамын. Мына шетте ұнымыздың бірінші бөлігін илектен өткізіп болған соң 1 шай қасық толтырып қопсытқыш қосамыз. Және де достар, осы печеньенің қамырына ұнды міндетті түрде илектен өткізіңіздер, себебі ұнның арасында қоқыстар болуы мүмкін. Ұнымыздың бірінші жартысын илектен өткізіп болған соң венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде осындай сұйықтау келген қамыр шығады. Сосын ұнымыздың қалған жартысында осылай илектен өткіземіз. Достар, осы менің YouTube каналымнан басқа да оңай жасалынатын, өте дәмді болып шығатын печенье, пирогтардың рецептін осы YouTube каналымнан таба аласыздар. Мына шетте тағы да кішкене ұн қостым. Яғни осы печеньенің қамырына мен барлығы 350 грамм ұн қостым. Осы 350 грамм ұн қосу арқылы менде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Достар, осы печеньенің қамырына сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар, себебі әр үйдің ұны әр түрлі болуы мүмкін. Мінекей, менде осындай жұмсақ бір керкі қамыр шығу үшін барлығы 350 грамм ұн кетті. Сіздерде 350 граммнан жоғары грамм ұн кетуі мүмкін. Сол үшін де өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Ал енді достар, қамырымызды жайып бастайық. Қамыр жаятын үстелімізге кішкене ұнымызды себеміз. Сосын осы ұнды қамырдың екі шетіне аунатып, оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Достар, егер сіздердің печеньелеріңіз кішкене томпақтау болып, әдемі болып піскенін қаласаңыз, онда қамырыңызды сәл қалыңдау қылып жайыңыз. Ал егер печеньеңіз қытырлақ болғанын қалайтын болсаңыз, онда қамырыңызды жұқа қылып жайыңыз. Сосын мен осы қамырдың жайып болған соң үстіне қант септім, яғни шекерден септім. Бұны сеппесеңіздер де болады, ол өз қалаларыңызда. Осылай шекерде сеуіп, қолдың көмегімен, яғни оқтаудың көмегімен осылай басып жібереміз. Сонда қантымыз, яғни шекеріміз қамырымызға жабысады. Келесі кезекте менде осындай печеньенің формасы бар. Осы арқылы печеньелерімді осылай кесіп шығамын. Үйлеріңізде бұндай форма жоқ болса, кәдімгі стаканның домалақ формасы бар емес пе, сомен кесіп шықсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызда. Бұл жерде артық қамырларын алып тастаймыз. Осы қамырымызды жинап, қайтадан жаятын боламыз. Сосын пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қамырларымызды қатарынан қойып шығамыз. Айтпақшы достар, осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Мен бұл жерде қамырдың үстіне жұмыртқаның сарысын жақпаймын. Біздің қамырымыз, яғни печеньеміз осылай піседі. Енді осы печеньемізді қызып тұрған пеште 180 градуста 12 мен 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Достар, осы печеньенің пісуін өздеріңіздің пештеріңізге қарай қадағалаңыздар. Себебі әр үйдің пеші әр түрлі пісіреді. Мысалы, мына менің печеньем 15 минуттың ішінде пісіп шықты. Печеньеңіздің сырты кішкене қызарып, асты қып-қызыл болып піссе, печеньеңіз пісті деген сөз. Мына шетте қалған қамырымызды да жайып, оның үстіне шекерден сеуіп, осылай қамырларымызды кесіп шығамыз. Біздің қамырымыз біткенше осы этапты қайталаймыз.
Мінекей мына шетте қамырымыздың екінші партиясында пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне осылай қатарынан қойып шықтым. 15 минуттың ішінде менің печеньем пісіп шықты. Сырты осылай кішкене қызарады, асты қып-қызыл болып піссе, печеньеңіз пісті деген сөз. Осы печеньені кішкене суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Мінекей, біздің печеньеміз осындай өте әдемі болып піседі. Печеньеміз бөлген кезде осылай көрінеді. Осы печеньені сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер сіздердің печеньелеріңіз кішкене осындай томпайып әдемі болып піскенін қаласаңыз, қамырларыңызды қалың қылып жайыңыздар. Ал егер печеньеңіз қытырлап тұрғанын қаласаңыз, онда печеньені сәл жұқа қылып жайыңыздар. Қараңыздар, осындай 15 минуттың ішінде жұқа жайылған печеньем осылай қызарып пісіп кетеді. Ал сәл қалыңдау жайылған печеньемнің сырты кішкене қызарып, асты қызарып піседі. Печеньелеріңізді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жайыңыздар. Мінекей осындай өте әдемі болып шығады. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.